Кезінде қазақтар өлгенін даттамайтын еді, тірін даттайтын еді. Қазір өлгенді де тірінді де қалдырып жатқан жоқ. Түріктің мақалы бар, сенің артыңнан сөз ермесе, онда сен өлген адамсың дейді. Қазақ айтады, тірінің сөзден, өсектен аманы жоқ, өлгеннің жаманы жоқ дейді. Өлді ма? Ойбай, бірақ дәл қазір, Алла сақтасын, өлген адамдарды да даттап жатыр ғой. Кезінде қазақтар өлгенін даттамайтын еді, тірін даттайтын еді. Қазір өлгенді де тірінді де қалдырып жатқан жоқ. Анау мынандай болған екен, анау мынандай болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өлгендердің артынан тек қана жақсы сөз айтыңдар деді. Сіздер жай жерден қайтып бара жатқан жоқсыздар. Ертең қажылықтан қайттыңыздар. Біреулеріңіз елде орамал тартпай жүрген шығарсыздар, біреулеріңіз намаз оқымай жүрген шығарсыздар. Енді мына қасиетті жерге келіп, Құдай тағала ардақтап тұрып орамал тартып қойғаннан кейін, елге барғаннан кейін де сол орамалды шешіп лақтырып жіберіп жүрмейік. Сондықтан иншалла Алла тағала сіздің басыңызға сондай үлкен байлықты фарыз қылып беріп қойғаннан кейін, ал өзі бір адамның мысал үшін біреу саған бір машина беретін болса, ол адамды өлгенше жақсы көресің, оған жұма сайын звондап, жағдайын біліп тұруың мүмкін, құттықтап тұруың мүмкін, әйтеуір соның отымен кіріп, күлімен шығасың. Бірақ Құдай тағала саған байлықты да беріп жатыр, рызықты да беріп жатыр, біреуге бермеген баланды да беріп жатыр. Осы денсаулық нығметін де беріп жатыр. Соны беріп жатқан Құдай тағаланың фарыз қылғаннан кейін соның бір шүкіршілігі болу керек.